Ассалаумағалейкум достар, Перекуп жолы алғашқы бөлімге қош келдіңдер. Және де бүгінгі видеоның тақырыбынан көріп тұрғандарындай мен перекуп жасайтын боламын. Бұл перекуп вообще блогерашыда болмаған перекуп, так что бүгінгі видеоның соңына дейін қарап кетіңдер. Ал ендеше біз көп созбай видеомызды бастаймыз. Көріп тұрғандарыңыздай, мен осы Бусайвадағы домымды, яғни семейный домды, сатып жібердім. Мади Ревенж деген балаға сатып жібердім. Мұнда бір Nissan Skyline тұр екен, бағасы 2 миллион торг дейді. Бағасын сұрадық, сонда да бірақ мұнда ПТС-ін сұраймыз. Қазір бұл енді қандай екен, спорт плюс па, спорт емес па, онда қазір көре жатармыз. Так, ПТС-ін берді. И қараймыз, мұнда спорт плюс и Nitro 10X бар екен. И мұнда 0 износ. Бірақ бұны сатып алған мен ертең бұны сата алмай қаламыз, потому что бұның бағасы слишком овер. Бұл Владимир Северінде тоже вообще овер деп айтуға болады. Сондықтан бұл бізге перекупқа жарамайды. Мұнда бір Camry 55 тұр екен, бағасын сұраймыз. Бұл бізде неше деп айтады екен? 1 миллион 800 мың рубль дейді. Бізде ПТС-ін сұрайық. Енді не бар екен? Енді ол ПТС-на қарай неместейтін боламыз. Өзінің машинасының внешкасы тағы да басқа заттарына. И так, ПТС-ін қараймыз. Мұнда спорт, Nitro 10X, сосын 0 износ екен. Бұл бізге перекупқа жарап тұр, бірақ бізге сәл-пәл аздау енді бір ақша неместейік. 1 миллион 650 мың предлагать етіп көрейік. Бұл енді келіссе нормально алатын боламыз. Так, енді не мало дейді. Так, не маласыз. Так, енді қалай аламыз? Лучше давай бірде жетіге аласақ, go деп айтайық. Все. Енді қазір бұны біз сатып алатын боламыз. Ал достар, сосын менде слот жоқ екен. Енді мынаны қазір мен жазбен админ жасай салатын боламын. Достар, мына жақта маған бомж кейсі беріпті. Енді мен қазір оны қайта пропустить анимацияда енді басып сәл-пәл енді ырымын жасап қойық. Так, пропустить анимацияны баспаймыз. И бізде мынандай бір десятка түсті. Енді бұны біз қазір госқа сливать ете салатын боламыз. И достар, міне осы жерде Camry 55-кіні, осылай алып жатырмыз. Мұнда маған Challenger Pro-пен обмен жіберді. Енді мұнда Zazik, сосын доплата. Так, доплата тексеріп 1 миллион 723 мың. Все, енді обменді басамыз. И все, бізде Camry успешно алынды. Сяба деп айтамыз. Енді ары қарай осы Camry сатамыз. Мұнда біреу келіп тұр, руля деп, 5 мың рубль деп айтамыз. Сергей Дипрос деген біреу келіп тұр, рулін 5 мың рубльға сатамыз. И бізде ақша керек, сондықтан осылай хотя бы 5 мың рубльдан ақша тауып отырсақ болды. Енді бұл осы машинаны тексеретін болады, қалай жүреді, қалай жүрмейді деген сияқты. Мұнда қазір біз кар деп жазып сразу өрсете саламыз, себебі осылай машинаны алдап алып кететіндері бар. И достар, мына жерде осы тачканы осы жаңағы Сергей Прос деген балаға мен 1 миллион 800 мың рубльға сататын боламын. Так, видео команда, мұнда, N деп жазылып кетіпті, қазір М. Сонда біз мұнаны 1 миллион 800 мыңға сатамыз, и бізде, так, енді бұны алса болды. Все, продать, и все. Біз сонда бір 3 минутта, 4 минутта ма, сондайда уже 100 мың рубль плюсқа кеттік. Мына жақта Шаолин деген бір бала, маған трейд жіберші дейді. Енді мұнда, достар, маған VIP номерлар беріп жатыр. 333 ПЕП, 555 КТО, 353, 333 БВВ. Сосын мынандай алдыңғы БП-дағы скиндарды, опыларды беріп жатыр. Бүгінгі видеоны көріп жатсан, адушы Шаолин. Жаңағы кейс помжадан түскен заттардың барлығын госқа севать етіп жатыр. Мұнда менде бір машина бар екен, госқа севать ете салдым 30 рубльға. И мұнда тағы бір десятка бар, оны да қазір біз госқа сливать ете салатын боламыз. И, пожалуйста, подождите деп тұр, қазір біз бұны госқа сливать ететін боламыз. И мұнда бір BMW E60 тұр екен, скок деп бағасын сұраймыз. И бізде бұл 2 миллион 500 мың дейді. Без номерінің знак 2 дейді, сонда бір VVMS номерінің знак 300 мың рубль аламы, неме вәлі, Мұнда кейс помжа бар екен менде, жаңағы событиядан түскен бір кейс помжа, енді біз қазір оны ашатын боламыз. Так, кейс помжаны қараймыз, мұнда жаңағыдей тактикамыз деп жүреміз, пропустить анимацияды енді қайта басып, сәл-пәл ырымын істеп қойық. И бізге мұнда бір девятка деген бір машина түсті. Енді госқа севать ете саламыз тоже. Жаңағы осы девятканы госқа севать етеміз 90 мың рубльға. Мұнда бір кайф гидрамен машина тұр екен, қазір бағасын сұрайық. Бұл бізде 2,5 миллион дейді. Бұл бізге перекупқа жарамайды. Достар, мына жерде бір BMW тұр екен, E30 тұр екен, 1 миллион 400 мың край дейді. Енді тура менікіндей болып отыр, 1 миллион 400 мың рубльға. Мынаны қазір сатып алатын боламыз. Менің ойымдағы баға болып тұр екен.
Енді ПТС-ін сұрайық. Бірінші қандай екен? Бұны сатып алсақ па деп тұрмын. Енді спорт нитро бар екен, и 0 износ екен. Бұны сатып алуға перекупқа жарайды деген ойдамын, бірақ бұны сатамай қалсам бір бәле ғой. Әйтіп бүйтіп, 1.200.000 предлагать етіп, әзер сатып алғасың ғой мынаны. И достар, мына жерде мына багажникында дым жоқ екен, өкінішке орай. И мынаны күнімен түнімен сата алмай қойдым ше, 1.6 торг деп айтам, 1.400.000 край деп. Мына жақта 2 полицейскийді өлтіріп тастағасын ғой, И достар, мынаны бір күн бойы сата алмай қойдым. Енді мынаны, қазір өз бағасына примерно сататын боламыз. 1.300.000 деп айтқан болатымын, енді бұны алса. Мынау жаңа 1.300.000-ға алмаймын деп әзер неме көндіріп алдым. 1.300.000-ға продать дегенді басамыз. И бізде 100.000 рубль плюсқа кіріп кеттік. Бізде фамаға 40.000 рубль біреу салып қойыптық. Ойбай, байқаусызда сейфті жауып қойдым. Қазір визитті басамыз. Деньги сусына жерге 40.000 рубль деп аламыз. Біздің қалтамызда 11.988.000. Почти 12 миллион ғой, Мына жақта таза қазақтар дейтін машина тауып алғасын ғой, Мадияр Арабов деген қазақ тұр екен. Номеріне қарасам, какой-то бір номерный знак тұр, и НП деп тұр. Енді бұл бізге керек емес. И достар, мына жақта бір BMW E60 тұр екен, Арсабаев дейма, Арсабиев дейма, бір машинаны сатқалы жатыр екен. Сол E60-ты мында бағасын сұрасақ, продаю сток нитро, Оникс, стробоскоп, тонер, внешка, сосын предложите дейді. И достар, мында, той ценадай өзінің бағасын сұрақ. Енді біз аз ақша төле қоятын болсақ, мынау қой, не надо, алмайым, сатпайым саған деген сияқты нәрселер айтады. Так что өзінің бағасын бірінші сұрап аламыз. Мына жақта Camry Jeep тұр екен, бағасын сұрайық. Сколько деп, мында номерді знак бар екен, X355NN деген. Мынау, авку оқып қалды, енді бұлай ала алмайтын боламыз. Осымен біздің видеомыз аяқталды. Видеоны соңына дейін қарағандарына рахмет. Ал ендеше сау саламат болыңыздар. Пока-пока, чау.